7-ші бөлім. Су тіршілік көзі. Сабақтың тақырыбы негізгі және туынды сын есім. Мақсаты түрлі жағдаяттағы қоғамдық ортада қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлейді. Бұл сабақта тапсырмалар орындай отырып, негізгі және туынды сын есімді ажыратуды үйренеді. Есім заттың көлемін, түр-түсін, пішінін, дәмін, сапасын білдіреді. Қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Басқа сөз табының қызметін атқарады. Қарама-қарсы сын есімдер болады. Оқылым: ерте, ерте, ертеде. Бірнеше жыл бұрын су жоғалып кетіпті. Қарлығаштар шөлден қиналады. Ағаштар қурап, гүлдер солып қалады. Шөлдеген торғай желден көмек сұрайды. Ал жел күнді көмекке шақырады. Күн өзендер мен көлдердегі суларды қатты қыздыра бастайды. Су буға айналып, аспанда бұлт пайда болады. Біраздан соң жаңбыр жауа бастайды. Жер беті жанданып сала береді. Ертегідегі негізгі ойды анықта. Су болмаса не болатынын елестетіп көр және оны айтып бер. Су, бу, жаңбыр. Осы үшеуін байланыстырып әңгімеле. Жазылым: 18-ші тапсырма. Мәтінді көркем жаз. Аспандағы ақша бұлттар бүгін ерекше әдемі. Біз бір топ бала жидекті тоғайға бет алдық. Сан алуан құстар сайраған тоғай іші өте көңілді. Сын есімдерді тап. Оларды сын есімнің негізгі және туынды түрлеріне ажырат. Тапсырма. Айтылым: Данаға Аланның сұрағына жауап беруге көмектес. Тиісті сөздерді қой. Дыбыстап айт. Алан: Дана, бал қосылған су тәтті ме, әлде лимон қосылған су тәтті ме? Дана: Әрине, бал қосылған су тәтті. Алан: Суды краннан ішкен дұрыс па, қайнатып ішкен дұрыс па? Дана: Әрине, қайнатып ішкен дұрыс. Алан: Дана, суды қай уақытта көп ішкен дұрыс? Дана: Ойланып көрейін, аға. Қажетті сөздер: ыстық күні, ауырғанда,
тауға шыққанда. Осы сөздерді пайдаланып, тапсырманы орында. Қарсы мәндес сын есімдерді тап. Әлсіз, жомарт, ұзын, қатты, кең, мейірімді. Қызыл, сарғылт, сары, жасыл, көгілдір, көк, күлгін, Қайталаймыз. Сын есім заттың түрін, түсін, сапасын білдіреді. Мысалы, жақсы, әдемі, қызыл, көк. Сын есімнің сұрақтары қандай, қай. Шығармашылық тапсырма. Суреттерді пайдаланып, туынды сын есім жаса. Мысалы, көкшіл. Үйге тапсырма. 77-ші бет, 19-ші тапсырма. Бүгінгі сабақ бойынша өзіңді қалай бағалайсың? Өзіңді қай баспалдаққа қояр едің?